Девран тірі, мен оны тауып аламын деп Азизе теңіз бойындағы балықшылардан сұрастыруға кетеді. Девранның суретін көрсетіп, мына адамды көрмедіңіздер ме деп барлығынан сұрастырады. Өкінішке орай көбісі көрмедік деп жауап береді. Девранның тірі болуына сеніп қалған сияқтымын деп Зелиха мен Юсуп та оны іздестіріп, барлығынан сұрастырып жүр. Хазар мен Баде Гүлсімді өлтіру үшін оны бір қоймаға жасырып қойған еді. Есікті ашыңдар, ешкімге айтпаймын, мені жіберіңдер деп Гүлсім жылап жатыр. Хазар келеді, оны өлтірмекші болады. Мені жіберші, ешкімге айтпаймын деп Гүлсім жалынып жылайды. Балаларым үшін мені тірі қалдыршы дейді. Балаларым үшін ешкімге еш нәрсе айтпаймын, сені сатпаймын дейді. Мен де өлетін болсам, аталары балаларымды құртады дейді. Балаларым үшін жалынып сұраймын, оларды жетім қалдырмашы деп жылап жатыр. Хазар Гүлсімнің балаларым үшін мені аяшы, олар жетім қалмасын деген сөздерінен өзінің кішкентай кезі есіне түсіп кетеді. Хазардың кішкентай кезінде анасы қайтыс болып, бұл әжесінің тәрбиесіне өтеді. Кішкентай бала Киби кемпірдің қолында өсіп, қаншама қиыншылықтарды көрген, балалық шағы да оңбаған. Өзінің балалық шағы есіне түсіп, Гүлсімнің балаларын аяп кетеді, сөйтіп Гүлсімді өлтірмейді. Явуз Вахапқа қайғыңның арты қайырлы болсын деп көңіл айтады. Вахап қайырлы болсын деп достар ғана айтады, ал ұзын қайлардан дос шықпайды дейді. Ұзын қайлар қай жерде дос, қай жерде дұшпан болатынын жақсы білеміз. Бізден көмек керек болса, көмегімізді аямаймыз дейді. Рахмет, Хайдарды барлық жерден іздеп жатырмыз, ол әлбетте табылады дейді Вахап. Баламнан айырылып қалдым деп Первин үйден айқайлап жылап шығады. Күйеуі қасына келіп, қанша айқайлап жыласаң да өзің білесің, бірақ барлығы кеткеннен кейін жаса дейді. Ал қазір барлығының көзінше өз-өзіңді ұста дейді. Девранның өлгенін естіп, қылыштар әулеті де бұларға көңіл айтуға келді. Олар Первин мен Вахапқа көңіл айтып жатыр. Мелис Девранның өлгеніне өзін кінәлі санап жүр. Первиннің жанына келіп, ол да көңіл айтады. Мелис шығып қалып, қылыштар әулетіне сендер бұл жерде не істеп жүрсіңдер, ұялмай қалай келдіңдер деп айқайлай бастайды. Біз де көңіл айтуға келдік, Девран баламызды жақсы көретін едік, ол жақсы адам еді ғой дейді. Фелис жынданып, ұятсыздар қалай келуге беттері барды екен, кезінде Девранға айтпағандары жоқ дейді. Өмірде осыншама жаман адамдар жүрген кезде қалайша жақсы ниетті Девран жездеміз өліп кетті деп Фелис жылап жүр. Дұрыс айтасың, өмір солай дейді. Сендер маған ауылдан келгелі, Девранға ұқсайсың, соның қылықтарын қайталайсың деп ұрсатын едіңдер ғой. Өйткені мен кішкентай кезімнен Девран ағама ұқсап өскім келді дейді. Сол сияқты жақсы адам болғым келді. Кішкентай кезімізде бізден кім боласың деп сұрайтын еді. Біреуі дәрігер, біреуі оқушы десе, ал мен Девран алаз боламын деп айтатын едім дейді. Өйткені мен Девран сияқты жақсы адам болып өскім келді дейді. Азизе барлығынан Девранды іздеп сұрастырып жатыр, бірақ таппайды, ешкім көрмедік деп айтады. Азизенің үміті үзіледі. Сен мені тауып ал дегенсің деп Азизе не істерін білмей тұрған кезде Девранды көріп қалады. Азизе Девран деп айқайлайды. Девран жалғыз өзі не істерін білмей жүр екен. Барлығы Девранды өлді санап жүрген кезде Девран Азизені мені іздейді, тауып алады деп ойламаған еді. Азизені көріп таңғалып қалады. Азизе жүрегімен Девранның тірі екенін сезген еді. Азизе Девранды тапқанына қуанады, екеуі құшақтасып жатыр. Мен сенің тірі екеніңді сездім, бірақ маған ешкім сенбеді дейді. Мен саған өлмеймін деп сөз бердім, қалайсың, баламыз қалай деп Девран жағдайын сұрап жатыр. Юсуп пен Зелиха келіп Девранды көреді, тірі екен деп таңғалып қалады.